City Smart Club деп аталатын халықаралық интернет компанияның жұмысы туралы әңгіме етпекпін. Бұл отандық компания. Бұл компанияны ұйымдастырып жұмысын жүргізіп отырған өзіміздің отандасымыз қазақ азаматы. Бұл компания қазіргі кезде үлкен сұранысқа ие. Интернет арқылы қызмет көрсететін қосымшаларды халыққа қолжетімді ету жұмыс бағыты осындай екен. Қазір сіз бәріміз білеміз, мысалы InDriver деген бар, мысалы Яндекс.Такси деген бар, Инфобус деген бар, мысалы қосымшаларға әрқайсысын жеке-жеке жүктеп алу керек болады өзіміздің смартфонымызға. Сол арқылы, мысалы InDriver арқылы кез келген сәтте таксиге заказ беруге болады. Бір қаладан екінші қалаға бару үшін, немесе қаланың ішінде жүргенде, мысалы таксиге заказ бересіз, тапсырыс, ол келіп үйіңізден алып кетіп, баратын жеріңізге жеткізіп тастайды. Бұл өте қолайлы адамдарға. Өкінішке орай, бірақ сол қызметтердің бәрін, мысалы интернет дүкендер арқылы бір заттарды сатып алу, немесе жаңағы қонақ үйлерге брондап, нөмірлерін брондап, тапсырыс беру, пойызға билет алу, бұның бәрі де бір сайттар арқылы жүргізіледі. Оның бәрін сіз интернеттен іздеуіңіз керек болады, немесе сондай қосымшаларды жүктеп алып, сол арқылы жаңағы тапсырыс беру қызметін пайдалануыңыз керек болады. Оның бәрі жаңағы смартфоныңыздан көп орын алады. Ал мынау City Smart Club компаниясының бір артықшылығы, сол қызметтердің бәрін, сол қосымшалардың бәрін бір жерге жинап, соны қолжетімді еткен. Айтқанда City Smart Club сервисінің қосымшасын жүктеп алсаңыз, өзіңіздің смартфоныңызға орнатып алсаңыз болды. Әзірге мынау 8 түрлі бағытта бұлар жұмыс істеп жатыр екен. Болашақта оның саны көбейе бермек. Мысалы 8 түрлі бағыттың ішінде, мысалы дүкендерде, мысалы 90%-ға дейінгі акциялар, жеңілдетілген, арзандатылған акциялар арқылы жаңағы заттар сатып алу. Мысалы дүкендер, көп дүкендер, мысалы түрлі акциялар жариялап жатады. Бір айға, мысалы 2 айға жариялап жатады. 50%, 40%, 60% жаңағы жеңілдіктермен тауар сатамыз деп. Сондай кезде, мысалы адамдар өте көп әлгі дүкендерге барып, кезекке тұрып, қырылып қала жаздап, арзандау бағаға жаңағы зат алу үшін сөйтіп жатады. Ал енді мынау City Smart Club қосымшасы сіздің сайттың смартфоныңызда болса, соған қарап отырып, сіз қалада қандай дүкендерде қандай акция болып жатыр, қанша процент, соның бәрін көріп отырасыз. Айтқанда, өзіңізге қажет жаңағы затты алу үшін солдай акция жариялап жатқан дүкенге барып, қиналмастан іздеп тауып алып, жаңағы барып сатып алуыңызға болады. Екінші бір қызметі халықаралық интернет дүкендердің жаңағы заказ беруіңізге, осы сервис арқылы заказ беруіңізге болады, қосымша арқылы заказ беруіңізге болады екен. Оның ішінде AliExpress деген бар, Amazon деген халықаралық үлкен интернет дүкендер бар. Солардан кез келген затты алуға заказ беруіңізге болады. Ол дүкендерге заказ бергеннен кейін олар үйіңізге дейін әкеліп береді. Сосын автокөлік сатып алуға, онлайн дейді, интернет арқылы автокөліктер сатып алуға заказ беруіңізге болады. Интернет арқылы тіптен тамаққа заказ беріп үйіңізге алдыруыңызға болады. Интернет арқылы әлемнің барлық елдеріндегі жаңағы қонақ үйлерден нөмір алуға, брондауға заказ беруіңізге болады. Әлемнің барлық елдерінде автокөліктерді жалға алуға заказ беруіңізге болады. Туристік фирмаларға, мысалы, экскурсия жасауға әлемнің барлық жерлерде заказ беруіңізге болады интернет арқылы. Осы қызметтердің бәрін осы City Smart Club қосымшасы арқылы жүзеге асыруыңызға болады. Оны жүктеп алдыңыз, осы қызметтердің бәрі соның ішінде бар. Айтқанда, сізге басқа сайттарды іздеп, басқа қосымшаларды жүктеп алып жатудың қажеті жоқ, бәрі осының ішінде бар. Болашақта бұның саны көбейе береді, 10, 20, 30, 40, 50 болып барлық қызметтерді бір жерге жинақтайды. Айтқанда City Smart Club
қосымшасын сіз жүктеп алсаңыз болды, басқа ештеңенің қажеті жоқ. Соның ішінде бәрін табасыз. Бұның болашағының зор екендігі осыған қарап білуге болады. Яғни айтқанда интернет арқылы қызмет алуға деген сұраныс уақыт өткен сайын көбейіп бара жатыр. Соған байланысты бұл компания ұсынып отырған қызметте деген сұраныста өсе түсетіндігі айдан анық. Сондықтан да бұның компанияның болашағы бар деп айтуға болады. Өкінішке орай осы компания туралы жаңадан ғана ашылып жатыр, жұмыс істеп жатыр. Кейбір сарапшылар, кейбір блогерлер теріс пікірлер жазып, қаржы пирамидасы деген сияқты жаман нәрселер айтып жатқандар да бар, мен оқып көрдім. Әрине бұның бәрін түсініспен қарауға болады, өйткені компания енді ғана жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да алғашқы кезде бұған күдікпен, күмәнмен қарайтындардың болатындығы түсінікті. Ал енді уақыт өте келе бұл компанияның жұмысы анық көрінген кезде, сұраныс көбейген кезде ондай пікірлер өз-өзінен қалады. Компанияға мысалы сіз клиент болып тіркелуіңізге болады, клиент ретінде. Жаңағы компанияның сервисін, қосымшасын жүктеп алдыңыз, соны ұсынған түрлі қызметтерді пайдаланасыз, тегін пайдаланып отырасыз. Сіз жай клиентсіз. Ал енді әріптес ретінде, партнер ретінде тіркелетін болсаңыз, онда сіз компания тапқан табыстың бір бөлігін ие болып, сол табыс табуыңызға компания арқылы мүмкіндік аласыз. Компания ұсынып отырған 4 түрлі пакет бар. Ең арзан пакет, қолжетімді пакет, старт деп аталады, 15 мың теңге тұрады. 15 мың теңгеге бір рет ақшасын төлеп сатып алдыңыз, компанияның клубтың мүшесі болдыңыз. Сол арқылы сіз енді бірінші табысы дивиденд алып отырасыз. Белгілі бір мөлшерде, әрине ол дивиденд қазір көп бола қоймайды, тиын-тебен ғана түсуі мүмкін. Екінші табыс шақырған адамдарға байланысты комиссия алып отырасыз. Мысалы, сіз қанша адам шақырсаңыз, мысалы бір адам шақырдыңыз, мысалы ол адам 15 мың теңгеге төлеп старт пакет сатып алды. Соған орай сіз 15% мөлшерінде сыйақы аласыз. 15% дегеніміз бұл 2300 теңге. Бір адамнан 10 адам шақырсаңыз 23 мың теңге аласыз. Осылай көбейе береді. Және сіз бұл ұсынып отырған компанияның ұсынып отырған жаңағы әріптестік жүйе бойынша, желілік жүйе бойынша 15 деңгейге дейін сіздің рефералыңыз болып саналады. Егер сіздің старт пакет болса, сіз 5 деңгейде жаңағы комиссия аласыз. Яғни айтқанда сіз шақырған адамнан әр сіздің жаңағы рефералыңыз болады да, солардан ақша алып отырасыз. Ал егер сізде жаңағы бизнес пакет болатын болса, 45 мың теңгенің, онда сіз 10 деңгейлі. Ал егер де премиум пакет болатын болса, 150 мың теңге сатып алған, онда сіз 15 деңгейде жаңағы өздеріңіз шақырған адамдарыңыздан комиссия алып отырады екенсіз. Бұл екінші түрлі табыс көзі. Үшінші түрлі табыс бұл сіз компания арқылы көптеген жеңілдіктер аласыз. Жаңағы қызмет бойынша, мысалы такси шақырсаңыз, немесе брондап қонақ үйден нөмір алсаңыз, немесе ұшаққа, пойызға билет алуға заказ берсеңіз, тапсырыс берсеңіз, ондан да белгілі бір мөлшерде процентпен жеңілдіктер беріп отырады. Яғни айтқанда сіз басқа адамдарға қарағанда біршама аз төлейсіз, ақша төлейсіз. Бұл да сізге жаңағы тиімді жағы компанияның ұсынып отырған. Осы арада мынандай нәрсені айта кеткім келеді. Алдын ала егер сіз желілік маркетингпен айналысқан сетевик деп аталады, солардың арасында мынандай түсінік бар. Егер болашағы бар жақсы компания енді ғана ашылып жатқан кезде оған жұмысқа кіріп кетсеңіз, сіз тез көтерілесіз, тез табысқа жетесіз. Ал егер ол компания жұмыс істеп, нарыққа әбден орныққаннан кейін, бүкіл халыққа танымал болғаннан кейін келсеңіз, онда сіздің жаңағы мүмкіндігіңіз өте төмен болады, аз болады. Өйткені ол компанияда жұмыс істеп жатқан адамдардың бәрі көп, және орнығып алған әбден. Сіз мысалы біреуді шақыратын болсаңыз, ол айтады, мен әлдеқашан сол компанияда жұмыс істеп жатырмын дейді. Мысалы, сіз жаңа адамды тауып шақыруыңыздың өзі қиын болады. Сондықтан да бұндай компанияларға алғашқы кезде, жаңадан ашылып жатқан кезде кірген дұрыс болады. Сонда мысалы болашағы болады.
Ал егерде енді бір 3-4 жылдан кейін нарыққа әбден орнығып, бұл компания халыққа танымал болып алған кезде мысалы келсеңіз, сіз ол кезде сізге мысалы табыс табу, жаңағы басқа орнығып алған лидерлерді ығыстырып, солардың арасынан орын алу, бәсекелестікке қабілетті болу сізге өте қиын болады. Сондықтан да осы кезде, қазір ашылып жатқан кезде, енді жұмыс істеп жатқан кезде кіріп кетсеңіз компанияға, клубқа, онда сізде көп мүмкіндік болады. Бұл қаржы пирамидасы емес, бұл болашағы бар, сондай отандық MLM бизнес саласында жұмыс істейтін отандық компания. Сондықтан да сенім көрсетіп, осы компанияға кірсеңіз, өзіңіздің болашағыңыз үшін жасаған бір жақсы қадамыңыз болып табылады. Компания туралы толық ақпаратты осы видеоның астында сайт арқылы, сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуыңызға болады, және тіркелу сілтемесі де осы видеоның астында.